Миғраж түні аспанның төртінші қабаты. Төртінші қабатқа беттедік. Қақпаның сақшысынан кіруге рұқсат алып, мұндағы сапарымызды бастадық. Бұл жерде тізе бүгіп, таспиқ айтып, Аллаға құлшылық жасап отырған бір топ періштелерді көрдім. Мен Жәбірейілден, бұлар сонда Аллаға ғибадат етіп отыр ма, деп сұрадым. Ол маған, иә, осы аспан жаратылғаннан бері мұндағы періштелер осылайша құлшылық етеді. Бұл ғибадатты сіз де Алладан сұраңыз, деді. Шын ниет етіп, жаратушы иемнен осы ғибадатты сұрадым. Ниетім Аллаға жетіп, намаздың соңғы отырыс парыз етілді. Төртінші аспанда Ыдырыс ғалейхиссалам пайғамбармен кездестім. Ол да ашық жүзбен қарсы алып, батасын берді. Ыдырыс деген арабша сөздің түбінде дәріс, сабақ, оқу мағыналары жатыр. Бұл пайғамбар білімге жақын болғандықтан, көп сабақ оқып, сабақ бергендіктен Алла оны Ыдырыс деп атады. Ол астрология білімін игерген, жазу сызуды, күмісті пайдалануды, соғыс құралдарын жасауды, киім тігуді жақсы білген. Қауымын иманға шақырып, Алланың разылығын тапты. Көп құлшылық жасады. Алла тағалаға дұға етіп, «Ей Алла, сенің айтқаныңдай ғибадат етіп келемін. Сенен екі нәрсені сұраймын. Біріншіден, Әзірейіл періште жанымды бір сәтке алса, өлімнің азабын татсам. Екіншіден, көкке көтеріліп, сен жаратқан тозақты және жаннатты көрсем. Сонда өзіңе ғана құлшылық етуге деген құштарлығым көбейсе», деді. Әзірейіл оның жанын алды. Ыдырыс өлімнің ащы дәмін татты. Пайғамбардың екінші тілегі де орындалды. Ыдырыс көкке көтеріліп, тозақты көрді. Кейін жаннат ішіне кірді. Біраздан соң Әзірейіл оның жаннаттан шығуды сұрайды. Ыдырыс шығуға көнбей, «Шықсам Алланың үкіміне қарсы шыққан боламын. Өйткені Алла тағала әркім өлімді татады деген. Мен оны көрдім, және Алла тағала сендерден тозақ басына бармай қалатын ешкім болмайды. Мұның өзі Раббыңның өзгермес үкімі», деді. Мен тозақтың қасына келдім, оны көрдім. Және Алла тағала олар онда мәңгі қалып, одан ауысуды қаламайды, деді. Мен жаннатқа кірдім, бұл жерден басқа жерге ауысуды қаламаймын, деп жұмақта қалып қойған екен. Миғраж түнінде Мұхаммед Ыдырысқа, «Сен Алланың сыйлы әрі сүйікті пайғамбарысың. Өйткені менен бұрын жаннатқа кіріп, оның нығметтерін көруді саған нәсіп етті. Сен жайлы Алла тағала біз оны жоғары мәртебеге көтердік», деп хабар берді. Сонда Ыдырыс, «Олай емес, мен жаннаттың сыртындағы бақшаға ғана кірдім, жаннаттың есігін ғана көрдім. Ол есікте Мұхаммед және оның үмметінен бұрын ешкім жаннатқа кіре алмайды деген жазуды оқыдым», деді. Аспанның төртінші қабатында тақта отырған суық жүзді үлкен бір періштені көрдім. Жәбірейіл оны маған, ол дүние ләззатын қырқып, жамағаттан айыратын, үйлерді тоздырып, зираттарға өмір бағыштайтын, сәбилерді жетім, қыз-келіншектерді жесір қалдыратын, барлық мақұлықтардың жанын алушы Әзірейіл деп таныстырды. Оның жүзіне күлкі белгісін байқамайсың. Мен барып сәлем бердім, бірақ сәлемім жауапсыз қалды. Алла тағала оған, «Хақтың хабибі, халықтың сәйдінің сәлемін қабыл ал», деп бұйырды. Періште дереу төмен түсіп, пайғамбарымызды құшақтап, «Расында Раббымыз сізді қадірлі үмметіңізді құрмет етіп жаратты», деп жылы қарсы алды. Жәбірейіл маған, «Иә Расулла, өлім періштесі сізден басқа ешкімге орнынан тұрып, мұншалық қошемет көрсетпеген болатын», деді. Мен оған, «Ей бауырым Әзірейіл, сен адамдардың жанын қалай аласың?» деп сұрадым. Ол, несібесі таусылып, ажалы жеткен адамдарға жан алушы көмекші періштелерді жіберіп отырамын. Әрбір иманды, ізгі адамның алдына 600 рахмет періштесі, әрбір имансыз жаман адамның алдына сонша азап періштесін
жіберемін. Олар өлім төсегінде жатқан пенденің жанын терден, шүйкеден, еттен, қаннан ажыратып алады. Жанның шығуы тырнақ ұшынан басталып тізеге жетеді. Аздап дем беріледі. Кейін жанталасу қайта басталып, жан кіндікке келеді. Сосын жан алқымға жетіп, ғарғара сәті басталады. Періштелер жақсы адамдардың жанын қылды майдан ажыратып алғандай жеңіл алып, оны Илиин деген орынға алып барып қояды. Илиин жаннаттың бір бау-бақшасы. Онда ізгі пенделердің жандары сақталады. Періштелер жаман адамның жанын ағашты тамырымен суырып, немесе қойдың үстіне жабысқан тікенекті жұлып алғандай денесінен қинап алады да Сижжин деген жерге алып кетеді. Сижжин тозақтың бетіне жабылған бір тас. Ол тастың көптеген тесіктері бар. Кәпір, мұнапық, залым және бұзық жандар сол тесіктен тозаққа лақтырылады. 4-ші аспанда орналасқан Байтул Мәмүр атты аспан періштелерінің қасиетті үйіне де жеттік. Жер жүзінде мұсылмандардың ең қасиетті үйі Мекке қаласындағы Қағба саналса, ал аспан әлемінде осы үй екен. Күнде бұл үйде 70 000 періште тәуіп етеді. Бір рет тәуіп еткен періштенің қиямет күніне дейін екінші тәуіпке кезегі жетпейді екен. Жәбірейіл мені қолымнан ұстап Бәйтул Мәмүрға алып кірді де маған: «Ия Алланың хабибі, жер бетінде сіз барлық пайғамбарларға имам болып намаз оқып бердіңіз. Енді мұнда 7 аспан періштелерінің баршасына имам болып 2 ракат намаз оқып берсеңіз» деп өтініш білдірді. Мен Жәбірейіл бауырымның өтінішін қабыл алып, имам болып намаз оқып бердім. Мұндай көп жамағатты көрмеген едім. Сонда менің үмметімнің де осыған ұқсас жамағаты болса еді деген ой орады. Сонда Алла көңілімдегіні біліп: «Ей хабибім Мұхаммед, бұл сияқты жамағатты сенің үмметіңде де пайда етемін. Ол жұма намазына қатысқан жамағат. Байтул Мәмүрда оқылған намаздардың сауабын оларға да жазамын» деді.